Ұлым, келе ғой. Қымбатты көрермендер, тез арада қосыла қойыңыздар, сұрақтарыңызды қойып, мүмкіндік бар кезде Ержан мырзамен сұхбаттасып алыңыздар. Ержан мырза, қайдасыз? Сәлеметсіз бе, Мадина? Күшті болып жатыр, ұнап жатыр дейді. Рахмет үлкен. Жалпы қымбатты көрермендерім, менің сүйікті оқырмандарым. Ержан мырза, қайдасыз? Мен сіздер үшін қашанда сіздерді ойлап тұрам. Дәрігер болсын, психолог болсын, жақсы бір маманды көріп қалсам, үнемі көрермендерім үшін эфир ұйымдастырсам деп жүремін. Қазір міне Ержан мырза былай. Журналистер арасында. Ал Ержан мырза жалыныз. Иә. Көріп отқан. Мынандай жүрек қойып қойыңызшы бетіме. Қалай қоя? Солай қойға болады ма? Бізде жоқ ондай жүрек. Жүрек мына жер. Астында мынандай нелер бар екен ғой. Иә, неше түрлі бар. Ойбай. Ештеңе қоймай, нормально отырайық. Айту. Бала дейді. Бұл Ержан мырза. Так, сұрақтарыңызды тезірек қойсаңыздар, мен сіздер үшін қосылдым. Ержан мырзаны попросить етіп, өте өзекті мәселе талқыланып жатыр. Жақсы эфир болды деп жастар өте көп. Рахмет. Болып жатыр, ұнап жатыр, рахмет дейді. Так, жаңағы сұрақтар қайда, неше түрлі сұрақ болған жаңа. Жастар дайын бар, еңбектен жеткісі келмейді. Әлде отбасылық өмірге дайын емес пе? Жастар неге көп ажырасады дейді. Жастар көп ажырасады, өйткені тұрақты, бақытты отбасы моделін көре алмады. Қазір ажырасып жатқан жастар көбінесе сол 80-90 жылы туған кісілер. Бұлар перестройка, 90 жылдарға кризис, кісілердің ішімдікке салынып, жұмыссыз жүріп, отбасыға дұрыс көңіл бөлмеудің кезеңінде дүниеге келген. Өз алдында дұрыс отбасы моделін көрмегендіктен қазір жастарға ажырасу оңай. Бірінші себебі. Екінші себебі, олар қазіргі таңда біздің әке-шешелеріміз сияқты түрлі қорлыққа, түрлі қиыншылықтарға шыдағысы келмейді. Өйткені 20 жыл, 30 жыл шыдап, қор болған шешесін көріп тұрады. Мен олай болғым келмейді дейді. Лучше сразу ажыраса салайын, өзім үшін өмір сүрейін, бақытты болайын дейді. Осындай жауапкершілік, осындай мәселелер өкінішке орай бар. Бұлардың барлығын шешудің жолы, бұл опять-таки білім, оқу. Әр конфликтте, әр ұрыста ажырасу керек па? Әрине жоқ. Көп проблемаларды білім арқылы шешуге болады, түсінушілік арқылы шешуге болады. Бұған байланысты жұмыс істеу керек. Менің күйеуім жатып ұйықтап келеді, не істесем болады? Бір стакан су шашсаңыз үстіне. Көп ұйықтаудың астарында негізі өмірде мән мақсаттың жоқтығы жатыр. Сәші бұл адамдарға мән мақсат беру керек, какой-то бір стимул, бір ұмтылатын бір нәрсе болу керек, немесе проблема беру керек. Проблема адам ұйқысын қашырады. Ал көп қаңғыра беретін ер азаматқа не дейсіз? Менің күйеуім көп қаңғыра береді деп жазды. Полицияға шағымдаңыз, қазір карантин уақытында қаңғырмау керек. Неге қаңғырады, кіммен қаңғырады, қайда жүреді? Бір-екі рет штраф салып қойсын, одан кейін үйде отыратын болады. Жоқ, до карантина да. До карантина. До карантина болса, карантин уақытында сол қарым-қатынас түзеу керек. Ал жалпы ер кісілердің өкінішке орай ондай бар. Яғни сыртпен көбірек демалу, сыртта көбірек уақыт өткізу, семьядан ұзақ болу тұрысы деген проблема бар. Оны шыдаудың, үндемеудің, түсінушілікпен қараудың керегі жоқ. Әр ер кісі түнгі сағат 11-12-ден кешіктірмей үйде болу керек.
Бұны әйел ретінде талап ету керек, сұрау керек, қадағалау керек. 11-12-ден кеш, 11-12-де шешілетін жұмысқа байланысты кездесулер, бұлардың барлығы, скорее всего, нелегальный, заңсыз кездесулер. Ал нелегальный, заңсыз кездесулерде жүру, ол всегда риск, сотталып кетуі мүмкін, тюрьмаға отыруы мүмкін. Нормально дені сау адамдар күндіз кездеседі, жұмыс уақытында кездеседі, жұмыс уақытында сөйлеседі, кешке бір шай ішеді. Ал түнгі 11-12-де мен жұмысқа байланысты кездесуге кеттім деп бара жатса, или ол өтірік, или ол нелегальный жұмыс. Екеуінің де дұрыс емес, қарсы болу керек. Мынау достарымен көп қыдыратын ер азаматтар бар ғой, әйелдерінен гөрі достарына көп уақыт арнайды. Иә. Олардың енді достармен қарым-қатынасқа жүгіру, бұл жалпы жауапкершіліктен қашудың психологиясы. Өйткені достардың алдында жауапкершілік жоқ. Достармен біз тек қана ішеміз, жейміз, ойнаймыз, ха-ха-хи күлеміз, көңілді уақыт өткіземіз. Көңілді уақыт өткізу бұл наркотик. Егер сіз сол көңілді уақыт өткізу, шаттану, қуану моменттерін белгілі бір адамдарға ғана байлап қойған болсаңыз, онда сол адамдар сіз үшін наркотик бола бастайды. Осыған барайын, осымен кездесейін, осымен жолығайын. Өйткені барған кезде сізде дофамин көтеріледі, бақыт гормондары көтеріледі, қуаныш сезімі көтеріледі. И қайта-қайта сол бақыт гормондарын сіз қалай бересіз, талап ете бересіз, іздей бересіз. Енді бұны не істеу керек? Тоқтату керек, өзгерту керек. Біріншіден күйеуіңізбен сөйлесесіз, бағанағы айтқан мәселе, маған көңіл бөл, немен сөйлес, немен уақыт өткіз, бұл менің қажеттілігім деп талап етесіз. Екіншіден, бірге уақыт өткізе отырып, қуануға болатынын, шаттануға болатынын, керемет сезімдер сезінуге болатынын да көрсету керек. Сол кезде дофаминді сыртта емес, іште де алады, сыртта іздей бермейтін болады. Екіншіден, күйеуіңіз мысалға сыртта достармен жүрген кезде хабарласып, звондап іздеу керек. Айым, күнім, жаным, қайдасың? Уақыт кеш болды. И қайдасың дегенді контролировать ету форматында емес, ер кісілер контрольді жақсы көрмейді, бірақ уайымдау форматында. Бармашы, отыршы, келші, қайдашы. Мен сен уайымдап жатырмын. Я, ұйықтай алмай жатырмын. Мен сен ұйықтай алмай жатырмын, сенсіз ұйықтай алмай жатырмын. Уайымдап жатырмын. Вдруг мәшіне қақып кетеді, вдруг басына бір нәрсе келеді, вдруг өлтіріп кетті ма, бір жерге соғылып жатсың ба, мен ол қатты уайымдаймын. Сол үшін мен мазасызданамын. Сенің өтініш, мен сенімен ешкіммен жүрме, араласпа, дос болма деймін. Шақыр, үйге шақыр достарыңды. Үйге шақыр, үйде бол, жүр, отыр. Мен сенің аман дені сау екенін көріп біліп жүремін. Негізі көп әйелдер түн жарымда күйеулерін іздеген кезде шын мәнінде уайымдаған үшін іздейді. Ал соны дұрыс жеткізе алмағандықтан күйеулер, ер кісілер оны бір контроль ретінде қабылдайды. Мені қадағалауға тырысып жатсың ба, менің анамсың ба, саған отчет берем ба деп қайта бұған қарсы шыға бастайды. Поэтому жоқ, маған контроль емес, мен сен контроль ететін кішкентай бала емессің ғой. Сен кішкентай бала болатын болсаң, мен саған тұрмыс құрмайтын едім. Ал менікі уайым, переживание, стресс, тыныш ұйықтауым үшін сен менің қасымда болу керексің, үйде болу керексің деп жеткізу керек. Мысалы, ержан мырза, мен не по теме, бірақ енді дауыстың шығуына да байланысты ғой негізі. Қайдасың десең, әрине басқаша түсініп қалды. Сағат өйтіп не шығар, иә? Мен ниетті жүргізіп жүрген кезде такси шықтым. Сосын үндемей отырдым. Әдетте таңертеңгілік дауыс ояна қоймайды деп айтады. Мен әнші емеспін, бірақ дегенмен де үндемей отырдым да, ана такси өтіп кеттіңіз, айналып қайттан қасына келіңіз деп. Мен сіз деп сөйлеп тұрмын. Ол маған қарады, не надо мне приказывать? Я не приказываю десем, какой мен интересен. Дауысының шығуы байланысты басқаша қылады. Сол сияқты ғой енді жаңа ер азаматтарға хабарласқан кезде тембрді басқаша қой дауыстың, иә? Онымен жұмыс істеуге болады, бірақ енді мен білетінім, ерлі зайыптылар енді белгілі бір уақыт бірге тұрғандықтан, уже бір-бірін тембріне де, бір-бірін дауысына да үйренеді. Сіз танымайтын адам сізге мысалы неге айқайлап жатсың, неге приказывать деп қабылдауы мүмкін, бірақ жақын араласатын адам тембрмен бірге қарамайды. Менің әйелім мысалы қорыққан кезде дауысы солай болады, уайымдаған кезде дауысы солай болады, ашуланған кезде дауысы солай болады деп даусынан тани алу керек, және соған
қатты ондай бір ренжіп проблема шығарудың керегі жоқ. Уайымдаған адам, конечно, спокойно адам, жаным тігде деп айтпайды ғой. Не болды, қайдасың, тыныштық па, түнгі сағат 2 болды ғой деген сияқты қорқа бастайды мысалға. Күйеуге шықпақ себебі бірінші күйеуім тастап кеткен, содан соң ешкімге сенбеймін дейді. Бір неудача екінші неудачаны керек етпейді. Және сәтсіз отбасылық өмір бұл бақытсыздық емес. Сәтсіз отбасылық өмір бұл тәжірибе. Сіз қандай адаммен үйленбеу керектігін білдіңіз. Және өзіңізге байланысты қателіктер бар болса, сол қателіктерден дәріс алдыңыз. Қайтаға екінші рет үйленген кезде сіздің бақытты болу шансыңыз, возможность, мүмкіндігіңіз жоғарыла түседі. Бала үшін асырасып кетіп қайтып кетуге бола ма дейді. Бала үшін ешқашан қосылуға болмайды. Бала үшін ешқашан қосылуға болмайды, бірақ бала үшін бір-біріне шанс беруге болады. Яғни бала үшін тырысып көрейік, талпынайық, амал жасайық, қадам жасайық. Қандай қадам? Мысалға, ажырасып қайта қосылу, ренжіп қалып, кетіп қалып, бір ай, 2 ай бөлек тұрып қайта қосылулардың барлығы отбасылық психотерапиядан өтпегенше 99% проблемді болады. Өйткені сіз кешірім сұрадыңыз, сөйлестіңіз, әңгімелестіңіз, жарайды дедіңіз, балдар, туысқандар, анау, енді жақсы көремін ғой, бәрібір бір сезімдер бар дедіңіз, қайта қосылдыңыз. Бірақ сізді осы халге алып келген проблемаларды шешпедіңіз. Осы халге алып келген проблемалар бойынша жұмыс істемедіңіз. Психологқа көрінбедіңіз. Яғни жара емделмеген, жазылмаған жара, қанша уақыт өтсе де, не істейді? Вроде өзін ұмыттырады, бірақ әр тиген сайын қозғай бастайды. Әр тиген сайын қыши бастайды, ауыра бастайды. Поэтому жараны емдеу керек, одан кейін барып қайта қосылу керек. Изменаны кешіру керек пе дейді? Изменаны кешірмеу керек. Изменаны кешірмеу керек. Және де изменаны кешірмеу керек, бірақ егер де мысалға адам бойында көптеген қасиеттер болады. Жақсы қасиеттер, жаман қасиеттер. Көптеген іс-әрекеттері бар, жақсы-жаман іс-әрекеттері бар. Измена сондай бір жаман іс-әрекет. Егер оның қасында көптеген жақсы қасиеттері бар болатын болса, онда изменаға байланысты күйеуіңізді бар психологқа емдету керек. Бар емдел, одан кейін кел. Және изменада ең үлкен проблема бұл сенім жоғалады. Ал сенім жоқ жерде ерлі-зайыпты болу, отбасы болу өте қиын. Сондықтан измена болды ма, ол кешірім, во-первых, өте қатты өкіну керек, өте қатты кешірім сұрау керек. Кешір дейсі сразу жүгіре салу емес. Кету керек, ажырасам деу керек, бөлек шығам деу керек, сенімді жоғалтып, mesela сене алмаймын бұдан былай деп бәрін келтіру керек. Сонда да қоймай қатты өкінетін болса, онда қолынан ұстап психологқа бару керек. Барамыз, емделеміз. Не үшін измена жасадым? Не жетпей жатыр? Мысалы, ол да әйел, мынау да әйел былай қараған кезде. Неге көзін сыртта? Мысалы, может, әйеліне айта алмаған кейбір проблемалар бар. Может, өзінің балалық шағындағы определен травмалар бар. Может, қоғамда қалыптасқан стереотиптер бар мысалға. Енді там, яғни 40 қадам үйден шықсан, уже бойдақсың деген мысалға өте қауіпті, қате түсініктер бар. Оны үлкен кісі жастарға басына құяды, жастар барып оны шынымен сондай деп сеніп соған қарап әрекет етеді. Психологқа барып, осындай қате түсініктерді емдеу керек. А так, изменаны ни в коем случае просто так кешірмеу керек. Бұның зардабы өте ауыр болу керек. Қателіктің зардабы қаншақты жоғары болатын болса, ол қателікті қайталау шанс, вероятность соншақты төмен болады. Мысалға, сіз машина айдап жүрген кезде, егер бізде за превышение мысалға 500 теңге, 1000 теңге штраф болатын болса, бәрі басып жүре беретін еді, 1000 теңге бере салам, төлей салам деп. Бірақ қазір мысалға 20 мың, 30 мың, 40 мың штраф келген кезде, хочешь не хочешь абайлап жүресіз. Мен өзім басынан солай өтті. Мен Астанаға алғаш келген кезде 2 жыл бұрын бәрімізде сергек бар. Біз басқа қалаларда үйреніп қаламыз, сәл басып жүресің, сәл тезірек жүресің, асығыс барасың. Бірақ мына жерде сразу андай еще автоматически базаға бәрі ана Каспиға тың сообщение келеді. 3-4 штраф бір күнде 50-60 мың штраф төлегеннен кейін қойдың тыныштық керек. Қанша асықсам да, или ерте шығам, или асықпай бәрібір барам, кешіксем де барам, жай жүрем, нарушать етпеуге тырысамын. Бұл жалпы адамның психологиясы сондай. Егер тез кешірсеңіз, кешіре салады ғой дейді, қайталайды. Ауыр кешірсеңіз, белгілі бір зардабын шектірсеңіз, онда қайталау ықтималы азаяды. Қызғаншақ күйеу туралы не айтып?
Қызғаншақ көбінесе қызғаншақтықты жақсы көреді деп ойлайды. Егер сіздің қызғануға себеп болатын нақты әрекеттеріңіз болып, күйеуіңіз қызғанып жатса, ол нормальный нәрсе. Бірақ сіздің қызғануға ешқандай әрекетіңіз жоқ, бірақ күйеуіңіз сонда да қызғанып жатса, значит бұл күйеуіңіз ауру, самооценкасы төмен, өзіне сенімсіз адамдар қатты қызғаншақ болады. Мынау карантин ержанды ақылды қылдырып жіберіпті деп отыр. Қалай? Карантин ержанды ақылды қылып жіберіпті. Түсінбедім. Карантин кезінен емес, жалпы мен карантинге дейін не айтып жүрсем, карантин уақытында да соны айтып жүрмін. Айтқан нәрселеріммен өзім амал етемін, бағана айтып кеткендіктен. Бұл бір ақылдылықтың белгісі емес. Мысалға, бағана сіз айтып кеттіңіз оны, ақыл айтқыштар мен мамандар бар, ақыл айтқыштар бар. Соларды ажыратудың жолы, егер бір адам әртүрлі салада ой пікір айта беретін болса, бұл ақыл айтқыш. То есть конкретно бір специализация жоқ, бірақ мына жерден бір-екі кітап оқып алады, или бір-екі статья оқып алады, даже кейбірде кітапты оқымайды, бір-екі мақала оқып алады, бір-екі әдемі сөздер оқып алады, одан кейін әр салада үйрететін болса, осылар ақыл айтқыш. Егер бір кісі нақты бір салада, бір бағытта, бір ұстанымды айтып жатса, бұл маман деген сөз. Әйелінің үстінен айтпай екінші әйел алып алдым дейді. Алып алдым? Әйелдің үстінен екінші әйел алып апты. Айтпай, не істеймін деп әйел жазып тұр. Не істейтініңіз сізге байланысты. Бұл психологқа сұратын сұрақ емес, өзіңізге сұратын сұрақ. Бұл қандай кісі, қай ортада тұрады? Өйткені мысалға кейбір өте діндар кісілер бар. Олар 2 әйел, 3 әйел, 4 әйел ала береді. Олардың ұстанымдары бөлек. Егер сіз үшін бұл приемлемо, нормальный нәрсе болатын болса, ештеңе істемейсіз. Жоқ, сіз үшін қабылданбайтын нәрсе болатын болса, сізден хабарсыз жасап отырса, осыған қарсы болып жатсаңыз, онда өзіңіздің қарсылығыңызды білдіріп, ол кісімен тұрмаңыз. Так, ереке дұрыс, бәрі жақсы, тек пене шариғатқа келмейді, кейбір кеңестеріңіз дейді. Ештеңе айта алмаймын, өйткені мен дін адамы емеспін, дін өкілі емеспін, молда емеспін, имам емеспін, мен психологпын. Мен ерлі-зайыптылардың отбасы қарым-қатынаста бақытты болу үшін не істеу керек, соны айтамын. Белгілі бір білімге, белгілі бір тәжірибеге сүйеніп отырып. Бірақ әрине қазақ болғандықтан мұсылманбыз, белгілі бір крайностерді, шектерді білеміз, белгілі бір құндылықтарды ұстанамыз. Бірақ бүгінге дейін ондай бір шариғатқа қарсы айтып жатырмын деп, ондай бір дін адамдарынан естіген жоқпын. Қайтаға менің 1-2 резонансны видеоларым болған. Сол сәтте маған сырттан танитын бірнеше дін ғалымдары айтылған нәрселер жалпы шариғатқа сай келеді деп комментарий жазған. То есть мен тек қана солардың сөзімен ғана баға бере аламын. Шариғатқа қай жері қарсы шығып жатыр, қай жері дұрыс емес деп ойлап жатыр, нақтырақ айтатын болсаңыз, может сол жерде комментарий бере аламын, а так ондай нәрсе жоқ. Мынау тез ашушаң болса өзгертуге болады дейді. Тез ашушаң болса мінезді қалай өзгертуге болады? Біріншіден, ол мінез бұл белгілі бір әдеттердің жиынтығы. Характер — это набор привычек деп айтамыз. Белгілі әдеттердің жиынтығы. Сіз солай дағдыланып қалғансыз, солай үйреніп қалғансыз. Скорее всего, бала кезіңізде адамдардың тез ашуланғанын жиі көргенсіз. Сөйтіп ашылу эмоция сәл басталған кезде өзіңіз тез оталып кететін боласыз. Сол әдеттерді өзгерту керек. Ашуланған кезде 10 рет 3-4 секундтан терең дем алып дем беріңіз. Бұл ашуды басатын жаттығулар. Одан кейін ашуланып тұрсаңыз, тұрып тұрсаңыз, отырсаңыз, жатыңыз. Бұл эмоцияларды регулировать ететін, қан айналымын дұрыстайтын, қалпына келтіретін өте пайдалы, өте жақсы жаттығу болып табылады. Екінші момент, әрбір ашушаң адамның ішінде ренжулі бір бала отыр. Кімге ренжіп жатсыз, неге ренжіп жатсыз, соны анықтап құтылуға болады. Ол үшін жақсы бір психолог маманға көрдіп, өзіңіздің балалық кезіндегі травмалармен жұмыс істеу керек. Мен мысалы, маған ұрса күйеуім, мен санаймын ішімнен, пока ашуы басылғанша.
сосын бірден сөз қайтармаймын, көрсетпеймін. Дұрыс істеймін ба, білмеймін ба? Ерегесіп сөз қайтарудың керегі жоқ. Егер тыңдап атқан кісі ашуды, ызаны, ұрысты тыңдауға шамасы келмей тұрса, айтып атқан кісі уже өзін ұстай алмай шектен шығып бара жатқан болса, онда үндемей қою шешім емес, үзіліс алу керек. Үзіліс алу керек. Жалпы отбасы қарым-қатынасты құртатын 4 фактор бар. Соның біреуі осы. Ұрыс кезінде қабырға пайда болады. Яғни стеклянный стена бар, партнер бар, бірақ дауыс келмейді. Тыңдағыңыз келмейді, вникать еткіңіз келмейді. Әйтеуір аузы жабылса екен деп үндемей отырады. Мысалы, ерлі-зайыптардың біреуі. Көбінесе бұны ер кісілер істейді, кейбір кезде әйелдер де істейді. Әртүрлі ситуацияда болады. Вот сол ситуацияда негізі мамандар үзіліс алу керек дейді. Яғни ұрыс керістен бұрын келісіп алу керек. Мысалы, айым күнім жаным, біз анда-санда ұрысып тұрамыз, это вполне нормальный нәрсе. Бірақ осы притыкқа келген кезде давай үзіліс аламыз. И белгілі бір знак, вот перерыв, брейк тайм. Сол кезде 30 минут, минимум 30 минут, 2 сағатқа дейін үзіліс алу керек. Үзіліс аласыз, ашуыңыз басылады, эмоциялар қалпына келеді, қан айналымы түзеледі. Одан кейін қайтып келіп әңгімелесесіз. Яғни место преступлениеға қайтып келу керек. Егер келісіп үзіліс алмасаңыз, 2 түрлі нәрсе болады. Или бір-бірімен ерлі-зайыптар қатты ұрысып, ренжісіп көңілі қалады. Немесе екеуінің біреуі тыңдамай бұрылып кетіп қалады. Сол кезде екіншісі сенен тыңдамайсың, мән бермейсің, неге жауап бермейсің, мен кім үшін айтып жатырмын деп, одан да қатты ашуланады, одан да қатты жынданады. Сондықтан ертерек келісіп алып, үзіліс алу керек. 30 минуттан кейін ары қарай сөйлесу керек. Мен кейбір ерлі-зайыптарға таңғаламын, клиенттеріме. Андай ұрысқан кезде до конца ұрысқысы келеді да. Неге до конца ұрысқыңыз келеді деймін да, мысалға. Бұйырса, 25-30 жасында үйленген болсаңыз, 60-70 жылға дейін өмір сүрсеңіз, бір 30-40 жылдық отбасылық өміріңіз бар. Бүкіл проблемаларды бүгін ұрысып, керісіп, бет алды шешіп тастасаңыз, ары қарай өмір қызық болады, етіп өсесіз деймін да. Одан да үзіліс беріп, демалып, күні ұрысып тұрыңыз, аптасына 2-3 ұрысып тұрыңыз, бірақ бет жұлыспаңыз. Бірақ бір-біріңізге бетіңіз қалсын, ар ұят қалсын, бір-біріңізге көңілін қалдырмаңыз. Мәселе ұрысуда емес, мәселе ұрысқан кезде бір-бірінің көңілін қалдыру. Оны қайта қалпына келтіру өте қиын. Ержан мырза, мына жерде сіз бағана айттыңыз ғой, қыдырып кеткен күйеулеріне байланысты қайтудың жолдарын, соған әйелдер көбі жазды. Мен бағана басында пропустил, айтады, олар ақша өзімдікі, сен менің мамамсың ба, мені қадағалайтын өзім білем деп қыдыра береді таң атқанға. Қорқады екен көп әйел күйеуіне үйге қайт деп айтуға. Қорқпау керек. Яғни басында айтып кеттік қой, әрдайым ажыраса алатыныңызға сеніңіз. Психологиялық тұрғыдан өзіңізге сенімді болу, бұл сіздің жолдасыңызға, партнеріңізға әсер етеді. Жаным, может, келесің үйге, қалай қарайсың? Деп тұрсаңыз, келмеймін дейді. Мақұл, келме дейсіз. Бірақ қайда жүрсің? Сағат неше болды? Бұлай болмайды. Маған ұнамайды бұл нәрсе. Не істеп жатсың? Мен сені уайымдап жатырмын деп, серьезно, уверенно айтатын болсаңыз, сізді жақсы көретін күйеуіңіз сізді тыңдайды. Сізді жақсы көрмейтін, сізді тыңдамайтын күйеуіңіз қаншалықты күйеуіңіз? Ол соны қайта қарастыру керек. Поэтому өзіңізге сенімді болыңыз, еш нәрседен қорықпаңыз. Сен менің мамам емессің дейді. Я, мен сенің маман емеспін. Не енді, маманы звондайын ба? Жарайды ма? Әр сен жоғалған кезде маған енеме звондайын. Мам, балаңыз жоқ, тауып беріңіз деп, енен сен іздесін де қадағалап жүрсін. Жоқ. Или сен тек қана маманды ғана ойлайсың, маманның алдында жауапкершілігің бар ма? Әйел ретінде менің алдымда жауапкершілігің жоқ па? Семья ретінде балдарымыз алдында ешқандай жауапкершілігің жоқ па деп, солай айту керек. Одан кейін отбасындағы біз айттық қой, тең құқылы болу. Айту жақсы, сен егер жүрген жеріне байланысты есеп бергің келмесе, онда мен саған неге есеп берейін? Мен айтайын, сен менің әкем емессің ғой, неге есеп берейін? Қалған жерімде, қалған уақытымда жүремін деп. То есть ана сопоставление, салыстырмалы үлгілер беру, мысалдар беру өте қатты адам психологиясына әсер етеді. Өйткені эмпатия оянады. Сіз оны өзіңіздің орнына қоясыз да, қалай? Больно, неприятно, не нравится? Вот. Маған да тура солай болып жатыр. Сол үшін істеме деу керек. Ажырасам деп айта беретін еркекті не істеу керек дейді? Ажырасу керек пе, отбасын сақта деп психологтар көп айтады дейді әйелге.
отбасы болатын болса, отбасы болуға алғы шарттары бар болса, оны сақтау керек. Егер отбасы дейтін ұғымға ешқандай түсінікке сай келмейтін болса, отбасы жоқ болатын болса, онда сақтауға тырыспау керек. Және отбасын сақтау бұл ешқашан бір жақтың ғана дерті болмау керек. Не еркек, не әйел. Сіз отбасын сақтауға қадам жасайсыз, жолдасыңызды әңгімелесуге, проблеманы шешуге, қарым-қатынас бойынша жұмыс істеуге шақырасыз. Белгілі бір дәрежеде өзіңіздің қате кемшіліктерді көріп, өйткені адамбыз, бәрімізде кемшіліктер бар, жөндеуге, түзеуге тырысасыз. Одан кейін барып, егер сіздің жолдасыңызда ешқандай әрекет жоқ болса, бұны бағаламайтын болса, бұны керек етпейтін болса, онда, сорри деу керек. Болды, значит, осы жерге дейін остановка, конечный остановка кетіп қалды деген сөз. Мына кісі қайта-қайта жазып, сұрақ жауап берді, анам жасы 8-де депрессияға шалдыққан сияқты, бірақ ісі токсичный ананың ісіне ұқсайды. Қалай ажыратуға болады, жауап берсе? 78-де депрессияға шалдыққан, бірақ ісі токсичный ананың ісіне ұқсайды. Қалай ажыратуға болады? Қандай іс, не істеп жатыр? Өміріңізге араласып жатыр ма, неадекватно жүріп жатыр ма, депрессияға түсіп күні бойы жылап жатыр ма, қай ситуацияға байланысты көбірек мәлімет керек мына сұраққа жауап беру үшін. Мынандай нәрсе бар, мысалы, депрессияда өміріне араласа, тыныштық бермейді, бірақ бұны как-то тактично, незаметно жасайды, манипулировать етіп жатыр, соны айтқысы келіп жатыр ма, немесе не айтып жатқанын анықтау керек. Ләйлә Кабиева, Ержан мырзаның жеке парақшасы. Мен ол кісінің парақшасын көрсеттім. Өйткені бұл кісі қайта-қайта сұрапты, мен үшін маңызды жауап берсеңіз деп. Жекеге жазыңыз, менің бірнеше сұрақтарым бар. Сұрақты дұрыс түсініп айқындап алайық, соған қарап жауап беруге болады. Ержан мырза, рахмет. Біздің көрермендерге, оқырмандарға рахмет. 2 сағатта уақыт болды, почти эфирде отырғанымызға. Біраз сұраққа жауап бердіңіз. Мына жерде анандай кішкене не енді қалай айтсам екен, сізді жамандап жатқан азаматтар ау деймін, шамасы деймін де. Мына кісі неге көпір отыр деген сияқты әңгімелер келіп. Енді ол азаматтарға көп жағдайда бетіне айтсаң кемшілікті қабылдамай жатады. Солай деп қабылдайық. Проблема емес, бұл әр эфирде ондай адамдар кездеседі, әр бағдарламада ондай адамдар болады. Егер сіздің айтқан ойыңызбен, сөзіңізбен бүкіл бәрі келісіп жатса, ол да дұрыс емес. Осындай комментарийлер арқылы басқа ойлар да бар екенін көреміз, байқаймыз, түсінеміз. Одан кейін мынаны психологияда мына нәрсе бар. Сананы өзгерту болезненный нәрсе. Сіз шок ететін сөздер айтқан кезде, сіздің реакцияңыз всегда қарсы шығу, қабылдау, отрицание болады, первая реакция. Сондықтан осындай бұл кісілер менің эфирлеріме жиі қатысын, сөйтіп емделіп жақсы болып кетеді бәрі. Сіз айтып едіңіз ғой, мына телефонда көп жататын еркектер менің болашақ клиенттерім дедіңіз бе? Дәл солай сияқты. Ержан мырза, рахмет сізге. Шынымен де сізге де рахмет, Әйгерім, шақырғаныңызға эфирге. Өте қызықты, өте актуальны, күшті сұрақтар қоясыз. Көрініп тұр, білікті маман екеніңіз. Қорқып келгенмін негізі, оны жауап бере алмайтын ауыр сұрақтар сұрамас екен деп. Мен үшін қызықты болды. Кейбір эфирлері бар, қатысқан кезде өзіне қызық, өйткені сұрақтар қызық болады. Сізге сол үшін көп рахмет, өте қуаныштымын. Көрермендерге де қайырлы кеш тілеймін, сәттілік тілеймін, бақытты болыңыздар, бұйырса тек қана жақсылықта кездесейік. Рахмет, аман болыңыз. Проблемамыз болмасын, отбасымыз бүтін болсын. Не де болса әйелге байланысты бәріне шыдап жүре болмайды. Нақты, трезво қарай білу керек ситуацияға. Ержан мырзаның мен парақшасын белгіледім. Жеке қоятын сұрақтарыңыз болса, сол жерге жазыңыздар, жарай ма? Аман болыңыздар. Жақсы, сәттілік, қайырлы кеш.